Соңғы уақытта мопед жүргізушілері жол қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіруде. Ағымдағы жылдың тек сәуір айында мопедтердің қатысуымен 2 жол көлік оқиғасы тіркелді. Оның салдарынан мопед жүргізушілері әртүрлі дене жарақаттарын алды. Мопед жүргізушілеріне тыйым салынатын талаптар, яғни мопедті жүргізу кезінде рөлді арқаумен басқаруға тыйым салынады. Мопед басқарған кезде міндетті түрде қауіпсіз бас киімін кию керек. Мопед жүргізушілеріне жаяу жүргінші жолымен жүруге тыйым салынады. Арнайы құрылғысы жоқ мопедтерге жолаушылар тасымалдауға тыйым салынады. Одан басқа жол жүру ережесіне сәйкес мопедті басқару құқығы 16 жасқа толған адамдарға рұқсат етілетіндігін хабарлаймыз. Мопед жүргізушілеріне жол жиегімен, жаяу жүргінші жолымен және де тротуарлармен жүруге тыйым салынады. Құрметті қала тұрғындары және де мопед жүргізушілері, жол жүру ережесін қатаң сақтайық.